Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездер болады. Ол кезде емханаға немесе шипажайға баруға тура келеді. Оған уақыт тапшы болса, кейде қаржы мүмкіндік бермейді. Осындайда бірнеше маңызды ережелерді сақтай отырып, үйде бауырыңызға көмектесе аласыз. Бауыр неге шлакқа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтезіне, көмірсулардың өзгеруіне және эндогендік компоненттердің жойылуына жауап беретін дене шашушыларын бұзады. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кей жағдайда токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсерінен де бауыр ауырады. Дұрыс емес тамақтануда әсер етеді. Сіз шамадан артық тамақтансаңыз, майлы және тәтті тағамдарды жесеңіз, қарныңызды фастфудпен тойдырсаңыз, онда бауырға салмақ түседі. Одан бөлек метаболикалық бұзылулар, семіздік және вирустық ауруларда бауырға зиян екенін ескеріңіз. Отырықшы өмір салты да бауырдың жұмысын бұзатынын біле жүріңіз. Бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Теріде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Дұрыс тамақтану. Тамақтану мәзіріңізді қайта жасауға тура келеді. Себебі тізімдегі қуырылған, тұзды, ащы және ысталған тағамдарды, консервілерді, күшті ет сорпаларын сызып тастаңыз. Оның орнын көкөністермен, жемістермен, қышқыл сүт өнімдерімен байытыңыз. Бұл тағамдар өттің ағуын жақсартады. Бауырға пайдалы азықтар. Кәді, қырыққабат түрлері, асқабақ, қызанақ және қызылша, аскөк, асжапырақ, күнде, ақжелкен шөптері көмектеседі. Цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон жақсы көмектеседі. Алма, банан, құлпынай жемістері де өте пайдалы болып табылады. Су ішу. Бауырды тазарту үшін сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек. Күніне кем дегенде 2 литр ауыз суды тұтыну ұсынылады. Дәстүрлі медицинадан көк шай мен шөп тұнбалары керемет көмектеседі. Су емі. Ванна мен саунада денеден токсиндерді кетіре алады. Шамадан тыс терлеу арқылы токсиндер жойылады және тесіктер жақсы тазаланады. Осылайша сіз иммундық жүйені нығайтасыз. Су емін қабылдаудан алдын жылы су немесе өрт айдайтын тұнба ішіңіз. Сонда нәтижесі өзіңіз ойлағаннан да керемет болады. Физикалық белсенділік. Отырықшы өмір салты өттің тоқтауына себепші болады. Сондықтан спортпен айналысу және дене шынықтырумен айналысу маңызды. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүгіріңіз
жаяу жүріңіз. Күнделікті режим мен тыңғылықты ұйқы, тамақтану және физикалық белсенділіктен басқа, жақсы ұйқы да бауырдың саулығы үшін маңызды. Бір уақытта ұйықтауға тырысыңыз, 6 сағаттан артық ұйықтаңыз. Бауыр ұйқы кезінде белсенді жұмыс істейді, қандағы майларды кетіреді және улы заттарды шығарады. Ерекше белсенділік түнгі 1-ден 3-ге дейін жүреді. Тазалау кезеңінде Е және С дәрумендерін, сондай-ақ антиоксиданттарды қабылдау ұсынылады. Қосымша заттардың дозасы мен қолдану ұзақтығын емдеуші дәрігер ғана тағайындауы керек. Бауырды тазартудың әдістерін қолданып көргеннен кейін сіз өзіңізді жақсы сезінесіз және терідегі өзгерістерді байқайсыз. Бауырды тазалауға көмектесетін көптеген әдіс-тәсіл бар, алайда олардың қайсысын болмасын қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу керек. Сонымен қатар дұрыс тамақтануды да ұмытпау керек.